Жетісу жерінде үйсіндердің патшалығы болғандығын білдіңіз бе? Үйсіндер біздің заманымызға дейінгі 2 ғасыр мен біздің заманымыздың 5 ғасыры аралығында өмір сүрген ежелгі көшпелі мемлекет. Олардың астанасы Чигу, яғни Қызыл аңғар, қазіргі Ыстықкөл мен Іле алқабында орналасқан. Қытай жылнамаларында үйсіндер алғашында Шығыс Түркістанды мекендеген деп келеді. Кейіннен ғұндардың қысымы негізінде Жетісу өңіріне Тиграхауда сақтарының мекеніне қоныс аударады. Олар сақ, ғұн және қаңлылармен мәдениеті бір. Олар түркі халықтарының арғы аталарының бірі ретінде сипатталады. Үйсіндердің басшысы Гунмо немесе Күнби деп аталды. Біздің заманымызға дейінгі 138 жылы Қытай елшісі Чжанцзян үйсін еліне келіп, олардың қуатты мемлекет екенін айғақтайды. Ол Қытай императорына үйсін мемлекеті жайлы көптеген мәліметтер әкелді. Мемлекетте 630 мың адам, 188 мың әскері барын да көрсетті. Қытай императоры үйсін билеушісіне ханшайымын ұзатып, одақ құрады. Мақсаты ғұндарға қарсы күш біріктіру. Қытай мен үйсін арасында жылқы жібек айырбасы белсенді түрде жүріп жатты. Біздің заманымызға дейінгі 36 жылы Чжи бастаған ғұн қаңлы әскеріне қарсы Чентан басқарған Қытай ғұн үйсін әскери бірлестігі қарсы тұрды. Бұл шайқас ғұн қаңлы одағының жеңілісімен аяқталды. Бүгінде қазақтың ұлы жүз құрамындағы үйсін руы сол көне мемлекеттің тарихи ізі.